Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Мен қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі Жүрбесова Замира Райына. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ең жас ғалымдар. Оқу мақсаттары: тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың өзектілігін анықтау, етістіктің шақтары мен қалау райдың қызметін білу, ауызша және жазбаша жұмыстарда қолдану. Бүгінгі тақырыбымыздың мазмұнын кеңірек ашу үшін ой қозғау сұрақтарына назар аударайық. Ғалым деген кім? Ғалым деген не? Қазақтың қандай атақты ғалымдарын білесің? Балалар, көпшілігіміз бұл сұрақтарға жауап бердік деген ойдамын, ал енді бірге тексеріп көрейік. Ғалым деген кім? Ғалым ғылыммен айналысатын оқымысты адам. Ғылым деген не? Ғылым дегеніміз біздің айналамыздағы болып жатқан құбылыстарды зерттейтін оқу. Қазақтың қандай атақты ғалымдарын білесің? Абу Насыр әл-Фараби, Жүсіп Баласұғын, Қожа Ахмет Яссауи, Шоқан Уәлиханов, Қаныш Сәтпаев. Еліміздің жас ғалымдары қазіргі таңда қандай жаңалықтар ашып жатқаны туралы кейін келесі бейнебаянды көріп таныс боламыз. Менің аты-жөнім Серікбаев Ақниет. Мен Астана қазақ түрік лицейінде 8-ші сыныпта оқимын. Менің ғылыми жобамның тақырыбы қазақша комикс. Бұл тақырыпты таңдаған себебім бұл өте мені қатты қызықтырды. Себебі мен кішкентай кезімнен бастап комикстарды оқитынмын. Әсіресе әлем әдебиетіндегі комикстарға қатты қызығатынмын. Және бұл жердегі мақсатым осы Қазақстанда комикс жанрын дамыту. Және бұған жоспар құрадым. Жоспарым 5 бөліктен тұрады. Ең біріншісі, ол комикс дегеніміз не? Бұл жерде мен комикстің анықтамасын айттым. Және барша адамға бұны түсіндіруге тырыстым. Ал жоспарымның екінші бөлімі бұл комикстің тарихы. Мен тарихында осы әлем әдебиетінде болған комикстар туралы және атақты комиксшылар туралы жаздым. Осы жоспарымның үшінші бөлігінде мен бұның құрылымы туралы сөз қозғадым. Бұл неден тұратынын, оның мұқабасы қандай болу керек екені жайлы айттым. Және бұның төртінші бөлігі бұл әлем әдебиетіндегі комикс жанры. Бұл бөлімде мен әлем әдебиетіндегі екі атақты комикс алдым. Бұл Супермен және Бэтмен комикстары. Және осыларда жазған адамдардың әртүрлі ауысымдары, олардың салған суреттері жайлы сөз қозғадым. Жоспарымның 5-ші бөлігі бұл қазақ әдебиетіндегі комикс жанры. Қазақстанда комикс әлі дамымаған. Сондықтан мен әлі дамымаған, бірақ та сурет салып жүрген, комикс жазып жүрген комиксшылар туралы жаздым. Жоспарымның соңғы бөлімі бұл қорытынды. Бұл жерде мен бір шама ұсыныстарымды жаздым. Ең бірінші ұсынысым бұл комикстарды қазақ тілінде жазу. Ал екінші ұсынысым бұл әдебиетіміздегі ертегілерді, батырлар жырын, көптеген жырларды комикс ретінде жазу. Бұл арқылы мен төл әдебиетіміздегі шығармаларды, жырларды, мысалға Алпамыс батыр, Қобыланды батыр, Ертөстік, тағы да басқа ертегілерді жастарға түсіндіру, насихаттау. Мен қазақша комикс салуға тырыстым. Және Шәкерім Құдайбердіұлының Қалқаман мамыр жырын алдым. Бұл жерде суреттерді салып, жанына сөздер жазып, жастарға түсіндіруге тырыстым. Олардың әрбір қозғалысын суреттеп отырдым. Мысалы, мына жерде Мәмбетейдің қызы Мамыр туралы және Қалқаманмен бірге жандай атты бағып жүрген кездері, олардың бір-бірімен сөйлескен, бір-бірінің сезімін білдірген жайлы суреттер салып, жанына сөздерін жаздым.
Бұл жерде мен қазақтарда той болып жатқанын және жасөспірімдер өздері ет асып жатқанын және тағы да басқа суреттерді салдым. Бұл арқылы мен жастарға осы шығармаларды түсіндіргім келеді және бұларды насихаттағым келеді. Бұл беттерді біз компьютерде беттер қылып шығарамыз және бұны кітапша қылып басамыз. Содан кейін бұл жерде сөздерді мен өте оңай тілде жаздым. Бірақ та Шакир Құдайбердіұлының осы шығармасын міндетті түрде толық нұсқасын оқып шығуды кеңес етеміз. Сондықтан комиксті оқығаннан кейін оның түп нұсқасын оқыған жөн. Бұл көркем әдебиетіміздің қаншалықты көркемдігі, әсемдігін білдіреді. Балалар, Серікбаев Ақниеттің қазақша комикс жайындағы жаңалығын интернет желісі арқылы экрандарыңыздағы ссылка арқылы көрулеріңізге болады. Бейнебаян бойынша тапсырма. Бейнебаяндағы 3 негізгі ақпаратты анықтаңыз және жазып алыңыз. Бұл тапсырманың бағалау критерийлері бейнебаянды мұқият көреді және тыңдайды, бейнебаяндағы негізгі 3 ақпаратты анықтап жазып алады. Ғылым мен техника сайысы. Қостанайда жасөспірім ғалымдар арасында ғылым мен техника фестивалі басталды. Іс-шараға облыстағы 34 білім мекемесінен 60-ға тарта командадан ұсыныс келіп түскен. Қатысушылардың ең кішісі 5-ші сынып оқушылары болса, ересегі 21 жаста. Сайыс мақсаты ізденімпаз жастарға өзара тәжірибе алмасуға мүмкіндік жасап, озық жобаларды анықтау. Фестиваль барысында оқушылар құрастырған роботтар бір-бірімен күш сынасатын болады. Данияр Мұхеддинұлы Назарбаев зияткерлік мектеп оқушысы. Бұл роботтың мақсаты өзінің қарсыласының қара сызықтың арғы жағына шығарып тастау. Бұл кәдімгі өмірде қажетті болуы мүмкін. Мысалы, ауыр заттарды қозғалтуда немесе адамның ұстай алмайтын нәрселерін көтергенде. Біз осы роботты арнайы конструктордан жасап құрадық. Жанкелді Бейсенов, Назарбаев зияткерлік мектеп оқушысы. Осындай фестивальдар келешекте өз мамандығыңды таңдауға көмектеседі. Мысалға, мен архитектор болғым келеді. Сонда осы конструкторлардан роботтарды құру менің келешекте мамандық таңдауыма өз көмегін береді. Қызық болғаны басқа категориядағы роботтар. Олардың механикасы өзгеше. Семантикалық картаны толтырыңыз. Мәтіндегі етістіктердің шақтарын және қалау райды анықтап, кестені толтыруларыңыз қажет болады. Бұл тапсырманың бағалау критерийлері: мәтінді мұқият тыңдайды, мәтіннен етістіктерді табады, етістіктердің шақтарын дұрыс анықтайды, мәтіндегі қалау рай етістікті табады. Балалар, бүгінгі сабағымызда жас ғалымдар ашқан жаңалықтармен таныстық. Ал сіздерге үйге тапсырма: ғылым мен техниканың соңғы 10 жаңалығын жазу. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.